Бәріне сәлем. Бүгінгі сабақта біздер веб-сокеттерді өтеміз. Бұл веб-сокеттер не және оны қай кезде пайдалану керектігі туралы анық ақпарат аламыз. Мысалы, Instagram желісін елестетейік. Біздер Instagram'ды қолданып отқан кезде бізге бір адамдар тіркелетін болса, біздер сол адам тіркелгені туралы немесе басқа біреулер лайк басса, лайк басқан туралы хабарламалар аламыз. Яғни ол хабарламалар дереу сол мезетте келеді. Веб-сокеттің пайдаланудың немесе басқа мысалдары чат болып есептеледі. Адамдар бір-бірімен сөйлескен кезде бір-бірінің жазған хаттарын дереу дер кезінде көріп отыру керек. Сол үшін осындай жағдайларда веб-сокет пайдаланылады. Енді толық анықтамасын айтатын болсақ, яғни браузер мен сіздің серверіңіздің арасында байланысты білдіреді. Яғни ол байланыс бір рет ашылады да, содан кейін ұзақ уақытқа дейін сіз мысалы браузерді жапқанша жасап тұратын болады. Енді осының онлайн мысалын көрейік қазір. Алдымен мен мынандай сайтта болдым, pyhost.com деген. Осы жерде веб-сокетке қалай қосылатынын көрсеңіздер болады. Ол үшін мына жерде мен бағдарламалаушының консолін ашам және network set деген жерге барам. Егер сіздерде орысша тұрса set деп аталады. Connect'ті басам. Енді көріп тұрғандарыңыздай міне мен қандай да бір веб-сокет байланысын орнаттым. Messages деген жерде сіздерде осы веб-сокетке келетін хаттарды көріп тұратын боласыздар. Енді мен мына жерде send'ті басып, жаңа хаттар жібере аламын. Мысалы, сәлем деген хат жіберсем, ол жасап тұрып көріп тұрғандарыңыздай. Бұл веб-сокетті біздің курс барысында біздер браузерді пайдаланбаймыз. Сол үшін веб-сокетті Postman'да жасайтын боламыз. Бұл веб-сокетті енді Postman'ға көшіру үшін мына header бөліміне өтіп, мына жерін көшіріп алып, Postman'ға қосып көрейін. Ол үшін Postman бағдарламасын ашамыз. Және мына жерде суреттер collection деген жауап қойып, new деп басайық. Және осы жерде веб-сокет деген таңдайсыздар. Енді URL-ді мен осы жерге қоям. Және connect батырмасын басам. Міне мен қосылдым. Енді осы жерге жазған хатым менің өзіме мына response деген жерге түсіп отыратын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, осыны біздер қазір Django'ның көмегімен жасайтын боламыз. Яғни біздер бүгін сіздерге қолданушы тіркелген кезде сіздерге сол қолданушы тіркелді деген хабарлама алатындай автоматтандырамыз. Енді біздерде көріп тұрғандай HTTP-ден оның басты айырмашылығы мына жерде VSS деп басталған, ал бізде VS болады. Енді disconnect дейік. Бұның HTTP-ден басты айырмашылығы WebSocket байланысы VS немесе VSS деп басталады. Ал HTTP-да HTTP деген сияқты басталатын еді, өздеріңіз білесіздер. Енді біздер VS және біздерде мынандай жол болады. Хостымызды жазамыз және портымызды жазамыз. Және осы жерде қандай да бір follows деген API-ді жасап шығайық. Енді осыны сақтайық, суреттер WS деп атайық. WS деген, яғни WebSocket деген сөздің қысқаша түрі. Save-ті басам. Connect десек, бізде бұндай жер жоқ енді соны жасауға кірсек. Ол үшін біздерге Channels деген Django'ға арналған осындай кітапхана көмектесетін болады. Ол туралы сіздер толық осы кітапхананың сайтынан оқып алсаңыздар болады. Бірақ біздер осыны практика барысында үйренетін боламыз. Сол үшін installation деген жерге өтейік. Өткеннен кейін міне біздерде қалай қондыру керек туралы қысқаша ақпараттар берілген. Мына команданы көшіріп аламыз да терминалымызға қоямыз. Міне біздер қондырдық. Енді келесі проекттегі settings py файлын өтемізде осыны ең бірінші жолға қояйық. Және келесі ASGI деген файлға өтіп, осы кодты қоямыз. Бұл жерде біздер HTTP-ге арналған қосымшаны көтеріп тұрсақ, серверімізді көтерсек, мына жерде
WebSocketке арналған серверімізді осы жерге жазатын боламыз. Және келесі ASGI application деген жаңа айнымалы ашу керек. Осыны қоямыз. Осыны көшіріп алып, мынаның қасына қойып қояйық. Осы жерде барлығы бірдей болады. Тек мына WSGI орнына біздер ASGI деген модульден аламыз. Қысқаша осылай қондыру процесі бітеді. Енді мына ASGI деген не деп түсінбей отырсаңыздар, бұл біздің бастапқы программамыз, серверіміз WSGI арқылы көтерілді. Ол деген Web Server Gateway Interface деп расшифровка жасалады. Яғни бұл бізде синхронды программалауға арналған. Енді біздер WebSocket байланысы үшін ASGI деген интерфейсті пайдаланамыз. Ол яғни Asynchronous Server Gateway Interface, асинхронды программалауға арналған. Сол қысқаша осылай. Серверімізді қосқан кезде байқасаңыздар, міне мына жерде Starting ASGI Daphne Version деп қосылып тұр. Яғни біздер сәтті қостық деген сөз. Енді келесі документацияда туториал деген жер бар, сол жерге өтейік. Осы документацияда туториал 1-ден бастап ары қарай жасайтын боламыз. Бірінші туториалда бұл жерде Django проект қосып, осы жерде чат деген қосымша ашқан, және сол чатқа Django-дан темплейттер арқылы жұмыс жасаған. Біздерде олай емес, біз яғни API арқылы жұмыс жасап жатырмыз, яғни Django REST Framework арқылы. Сол үшін біздерге темплейт жасап керек емес. Бірақ сіздер өздеріңізге қызық болса, осы мысалды толық қайталап көрсеңіздер болады. Өте қызық мысал, яғни адамдар бір-бірінен хат алмасқан кезде ол қалай екі жаққа да бірдей тез сол мезеттегі хат алмасу процесін көрсететін болады. Енді мына жерде сол біз жасаған нәрселерді жасаған, яғни біз екінші бөлігіне өтеміз. Екінші бөлімінде жолдар жасайды, яғни бұл жерде әрбір хат үшін бөлек бір бөлмелер жасаған. Және мынандай консумер ашқан. Бізде осындай консумер ашып, осы консумерді былайша айтқанда роутқа тіркеп, қандай да бір жолға, осы follows деген жол болса, мысалы, осы followsқа тіркеп консумерді осы жерде логикасын жазатын боламыз. Енді бізде осылай routing және consumers деген файлдарымызды ашайық. Ол үшін біздер users деген жерде жаңа файл ашамыз. Consumers py және екінші файл routing py. Routing py'да біздер URL-дер сақтаймыз, бірақ WebSocket-ке арналған URL-дерді сақтайтын боламыз. Біздерге regex керек емес, сол үшін біздер жай ғана pass деген пайдалансақ болады. Ал мына жерде ws follows деп таңдайық. Және міне consumers деген жерге бұл мысалда chat consumer деген консумер ашқан. Біздің консумер кішкене басқашалау болады. Яғни біздерде chat емес, follows consumer болады. Ал routingке біздер follows consumer'ді аламыз. Және осы follows consumer'ді біздер connect, disconnect деген методтарын орындайтын боламыз. Біздерде receive деген керек емес, және WebSocket consumer'дің орнына біздер асинхронды JSON WebSocket consumer пайдаланатын боламыз. Бұл асинхронды болғандықтан, оның ішіне кіріп көретін болсақ, оның міне мына барлық функциясы connect, accept, және тағы да басқа функциялары async деген кілттік сөзбен басталып тұр. Яғни біздер async деп жазатын боламыз. Енді келесі осы URL-дарымызды жаңағы ASGI-ға қосамыз осылай. WebSocket, allowed host origin validator,
aus middleware stack және url route деп осы route-тың ролын беретін боламыз. Олай жасау үшін біздер қазір ASGI деген файлға өтіп, мына жерге WebSocket деп кілт ашамыз жаңадан. Және бұл WebSocket-ке біздер, яғни жаңағы users routing-тан мына WebSocket URL паттернді импорт жасау керекпіз. Так, бұл үшін from users routing import WebSocket URL patterns. Және екінші біздерге мына жерде дайын middleware-лар пайдаланған, бірақ біздер қазір өзімізге жаңа middleware ашатын боламыз. URL router-ді пайдалансақ болады біздерде. Так, яғни мына жерге URL router. Осы URL router-ды алып, WebSocket URL паттерндерді береміз. Енді консумерлерге барып, жаңа connect болған кезде не болады? Соны тексерейік. Hello, немесе сәлем. Сәтті байланыс. Енді мен осыған connect батырмасын басам. Міне енді көріп тұрғанымыздай сәлем сәтті байланыс деп біздерде қосылды. Яғни кодымыз жасап тұр деген сөз. Яғни біз бүгінгі сабақта WebSocket-тер туралы қысқаша ақпарат алып, WebSocket-імізді Django қосымшасының ішінде жазып шықтық. Енді келесі сабақта осы кодымыз әзірге қалады. Екінші сабақтың келесі бөлімінде біздер, яғни мынаған қазір әрбір кез келген адам қосыла алатын болса, келесі бөлімде тек қана авторизацияланған адамды қосатындай етіп жасаймыз. Бүгінгі сабақты көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақта кездескенше.